Сәлеметсіздер ме оқушылар? Видеоға лайк басып, коммент жазып, каналға тіркеліп кеттіңіздер. Видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Достарыңыз да өздеріңіз де осы тақырыпты түсініп алуға тырысыңыздар. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз сіздермен 8 сынып физика Закирова кітабынан 88 беттегі 10-шы жаттығудың үй жұмысы және де сынып тапсырмасын орындайтын боламыз. Кеттік. Бізде бірінші есеп: 2 мегапаскаль тұрақты қысымда 2 литрден 12 литрге дейін көлемі ұлғайған газ қандай жұмыс жасайды дейді. Жалпы бізде жұмыстың формуласы ол қысымның көлемнің өзгерісіне көбейтіндісі. Бұл жерде көлемнің өзгерісі деп отқандарың V2 азайтылған V1. Осы формула бойынша қысым 2 оның 6 дәрежесі, V2 азайтылған V1 деп отқандарың 12 10-ның минус 3 азайтылған 2 10-ның минус 3. Осы жерден енді есептейік. 2 10-ның 6 дәрежесі. 12-ден 2-ні азайтасыңдар, ол сендерде 10 көбейтілген 10-ның минус 3 болады. 2-ні 10-ға көбейтетін болсаңдар 20. 10-ның 6-ны көбейтесіңдер 10-ның минус 3-ке, ол сендерде 10-ның 3 дәрежесі джоуль болады, немесе 20 килоджоуль. Келесі: ұлғаю кезінде 4400 джоуль жұмыс жасаған сутекке қанша жылу мөлшерін берілген? Сутектің ішкі энергиясы өзгерген жоқ дейді. Енді қараңыздар, бізде термодинамиканың бірінші заңы Q тең дельта U плюс А болатын болса, енді ішкі энергиясы өзгермеді деген сөз. Дельта U 0-ге тең. Оның өзгерісі 0-ге тең. Значит, Q тең болады Аға. Сонда Амыз бізде 4400 джоуль. Значит, біздің Q-мызда не болады? 4400 джоуль болады. Келесі: 0,3 метр кубтен 600 литрге дейін көлемі ұлғайған газ 400 джоуль жұмыс жасаған. Егер ол жұмыс жасау кезінде өзгермеген болса, газың қысымы қаншаға тең болған дейді. Жалпы біз білеміз, жұмыстың формуласы ол P V2 азайтылған V1 екен. Осы жерден қысымды табатын болсаңдар, ол жұмыстың V2 азайтылған V1-ге қатынасы болады. Біздегі жұмысымыз 400-ге тең болады. V2 азайтылған V1 деп отқандарың 600-ді 10-ның минус 3-ке көбейтетін болсаңдар, ол сендерді 0,6. Сонда 0,6 азайтылған 0,3. Бұл деген сөз 400-ді бөлесіңдер 0,3-ке. Енді осыны есептейміз. 1333 паскаль болады. Келесі: бізде адиабаталық үдеріс кезінде газ 10 джоуль жұмыс жасаған. Оның ішкі энергиясы қандай шамаға өзгерген дейді. Жалпы қараңыздар, бізде адиабата процесінде жылу мөлшері 0-ге тең болады. Ол кезде жылу берілмейді. Сол себепті бірінші заңды жазайық. Термодинамиканың дельта U плюс А. Q 0-ге тең болатын болса, онда 0 тең болады дельта U плюс А болады. Жұмысты мына сол жаққа өткізіп жіберетін болсаңдар, дельта U тең болады минус Аға. Енді қараңыздар, бізде А 10 джоуль ғой, значит, ішкі энергияның өзгерісі де 10 джоуль болады. Осымен есеп аяқталды. Егер менің видео сабағым ұнаған болса, каналға тіркел, лайк бас.